Қайырлы күн, менің есімім Әуесхан Ағарыс Қанатұлы. Қазіргі таңда Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студентімін. Сонымен қатар университетіміздегі волонтерлік ұйымдардың жетекшісімін. Біздің университетімізде 3 волонтерлік қозғалыс жұмыс жасайды. Олар Қазақстан волонтерлар лигасы, Біз біргеміз және де жалын ұйымдары. Жамбыл облысы Тараз қаласы Біргеміз үміт жалпы ұлттық жобасы аясында төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша, алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша және де еріктілік қозғалыстарды дамыту мақсатында Intention жобасы аясында грант иеленген болатынбыз. Жоба аясында біз өзіміздің алға қойған мақсатымызға жеттік. Жобаға 3000-нан аса жастар қатысқан болатын. Алғашқы медициналық көмектің маңыздылығын, сонымен қатар өрт қауіпсіздігінің маңыздылығын жастарға түсіндірдік. Сонымен қатар өрт қауіпсіздігінің мәдениетін қалыптастыру мақсатында көптеген іс-шаралар бекітіп, сол мақсатымызға жеткен болатынбыз. Жоспар бойынша бізде бүгінгі таңда алғашқы медициналық көмек көрсету жағдайы бойынша 10-нан аса іс-шаралар өткен болатын. Әрбір шарамызға арнайы маман өкілдері қатысып, 40-тан астам волонтерлар өздеріне қажетті толықтай ақпараттарды ала білді. Өрт қауіпсіздігі бойынша 5 іс-шара өтті және де әрбір шарамызға төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қатысқан болатын және де сол кісілер бізге өте құнды ақпараттар айтты. Жастарымыз өздеріне қажетті толықтай ақпараттарды алып, қазіргі таңда өзінің керегіне жаратып жүр десек те болады. Жобамыздың басты міндеттерінің бірі жастарды еріктілік қызметке тарту болатын және де сол жоба аясында мен волонтермін атты тренинг, сонымен қатар өрт қауіпсіздігінің алдын алу бойынша пікірсайыс ойындары өткен болатын. Жобамызға ерікті жастардан бөлек қаламыздың мектеп оқушылары да қатысқан болатын. Қазіргі таңда қоғамымызда көптеген оқыс оқиғалар орын алуда. Мысалға келтіретін болсақ, былтырғы жылы Тараз қаламызда үлкен желдің салдарынан қаламыздың инфраструктурасы бұзылған болатын және де қаламызды қалпына келтіру мақсатында біздің еріктілеріміз сол кезде өте белсенді жұмыстар атқарып, қаламызды бірге тазартқан болатынбыз. Және де осы жағдайда мысалға келтіріп алатын болсақ, төтенше жағдай қызметкерлері бізге осындай жағдайларда не істеу керектігін толықтай түсіндірді. Алдағы уақытта да сол кісілердің көмектері бізге тиеді деген ойдамыз. Мен Жиенбай Нұрлан, Intention жобасының қатысушысымын. Intention жобасы алғашқы көмек көрсету және төтенше жағдайлардың алдын алу. Бұл жобаны ұйымдастырушыларға барлығына алғыс білдіремін. Жоба өте жоғары деңгейде өтті және де бұл жобаға қатысқаныма ешқандай өкінбеймін. Себебі бұл өмір, қандай да бір жағдайлар басымыздан өтуі мүмкін. Не болып, не болмасын өзіміз білмейміз. Осындай жағдайлар кезінде ең алғашқы көмек жасау, не істеу керек, ең алғашқы біздің өзіміздің жасау керек іс-қимылдарымызды шыны керек осы жоба арқылы білген болатын. Intention жобасының барша ұйымдастырушыларына үлкен алғыс білдіремін. Intention жобасына қолдау білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта Intention жобасы өз жұмысын жалғастырады.